Сәлем, Сәби. Сәлем. Сәби, сен не істеп отырсың? Сенің ойыншықтарың көп екен. Сәби, сенің ойыншықтарың көп қой. Диномен бөлісіп ойнағың келмей ме? Сәби, достарыңмен бірге ойнаған қызық қой. Қызғаншақ болсаң, сенімен ешкім ойнамай қояды. Сәби, сенің достарың көп қой. Ал сен оларға бір ғана доп бердің. Сен жалғызсың, бірақ ойыншықтарың көп. Оларға көбірек ойыншық бергенің дұрыс шығар. Сәби, саған не болды? Олар менімен ойнамай жатыр. Ал сен достарыңмен ойнағың келе ме? Сен өз ойыншықтарыңмен бөлісіп көр. Сонда олар сенімен ойнайды. Қане келе ғой, екеуміз ойыншықтарды екі қорапқа бөлейік. Балалар, Сәбиге ойыншықтардың қайсысы көп, қайсысы аз екенін анықтауға көмектесесіңдер ме? Сәби, мына жерде домалақ көп пе, әлде үш бұрыш көп пе? Көп. Жарайсың, Сәби, дұрыс айттың. Домалақ көп. Ал мына жерде қуыршақ аз ба, әлде ұшақ аз ба? Az. Керемет, Сәби, дұрыс айтасың. Ұшақтар аз. Ал мына жерде ше, қайсысы көп, қайсысы аз? Az. Жоқ. Сәби, тағы бір ойланып көрші. Көп. Az. Жарайсың, Сәби, енді дұрыс айттың. Қане, мына бөлген ойыншықтарыңды достарыңа апарып бере ғой. Кешіріңдер. Сәби, меніңше достарыңның саған айтары бар сияқты. Жарайсың, Сәби, ойыншықтарыңды достарыңмен бөліскенің қандай жақсы болды.